Суға сүңгіп ойнайды әне. Суға сүңгіп, жарысып. Ей, күш. Қандайрақ жақсы міне, есік алдында су ағып жатса. Күш. Осы міне, осылай бизнес жасау керек. Егін 8 гектар жерге бидай, арпа, жоңышқа сегілді. Мына жерде міне енді қаз өсіп жатыр. Адам тіршілік жасағанда тоқтамау керек. Пенсияға шықтым деп жата беруге болмайды. Қай жақтан болмасын талпыну керек. Талпынып, сонда адам баласы далға жеткен болады дегенде. Жатуға болмайды мүлдем. Қимылдау керек. Қимылдап отыру керек. Ана қаздар суға түсіп жатыр. Үлкен қаздар бұлар. Мынадан жұмыртқа туа береді. Оны инкубаторға апарып салып, балапан шығара береміз. 40-тан, 50-ден өстіп. Бір партиясы тағы келді, кішкентай балапандар. Оны жұмыртқамен өз жұмыртқасын пісіріп, омлет жасап бересің. Алғаш 5 күн. Оны үйсе болмайды, кешек тамақ жемейді қолдар. Өсіп жүре береді міне. Рахаттанып, жайылып. Сол, енді Құдай қаласа өсіп келе жатыр. Ең ғаламат қой мына. Құстың ғаламаты осы қаз екен ғой. Үйрек келмейді, үйрек деген әшейін су сияқты жүре береді. Басы қай жаққа ауа, сол жаққа кетіп барады екен, тоқтамайды. Ана жуынып жатыр. Рахаттанып, жуынып, шайынып барады, аталасып. Сөйтеді, жұмыртқасын таба береді. Рахат от души демалып. Жайлау ғой мұны, жайлау сияқты. Ей, күш бұлай, күш! Аталап жатыр. Мынада кішкене балапандар қорқады анадан дауыс шықса, айғайлап шықса қашады. Сол құрметті ағайындар. Жатпаңыздар, қимылдаңыздар. Көп қимылдасаңыздар ауырмайсыздар. Көп қимылдау керек, жан таласып еңбектену керек. Не болса тауық асырасаңыз да, үйрек асырасаңыз да, қаз асыраңыз да, қандай екімдеріңіз бар, соған еңбектену керек. Жатуға болмайды бір сөзбен айтқанда. Адам баласы жата берсе ауыр болып кетеді ғой ол. Қан үйіп, қан жүрмей, үнемеге буынды бәріне тұз жиналып, уыққа тұз жиналып адам жүре алмай қалады дегенде. Үнемеге тұз жинауға болмайды. Сол себептен қимылдау керек. Сіздерге айтып жатқаным ғой міне. Әр адам өз таңдауы. Сол құрметті ағайындар, аман есен болыңыздар. Табиғатты бір көрсетіп қойын дегенім ғой. Таудан келіп міне таң атпай азарым шығарып айтып сіздер бір табиғи бір көрініс қой енді. Көрдіңіздер ме? Адамдар еңбек етсе, ерінбей міне. Көлшігін жасап жібереді. Өстіп. Су шығарып жібереді. Просто еңбектену керек болды. Так что, ағайындар, бәрлеріңіз амандық, 100 жас, ұзақ өмір тілеймін, аман есен болыңыздар. Жатпаңыздар, қимылдаңыздар. Диванда жата бермеңіздер, телефонды вообще керек жоқ. Алып, қимылдап жүгіріңіздер. Жыбырласаңыздар, көп қимылдасаңыздар, жастарыңыз ұзақ болады дегенде. Міне балапанда жоғары кетіп барады. Рахат суға түсіп барады, сүртініп кейбінетті рахаттанып өмір сүріп береді өсіп балапандар. Өр güzel. Жақсы ағайындар, аман есен болыңыздар. Амандықта жолығайық. Мына көріңіздер, өстіп еңбектеніңіздер.